Сел бала, міне саған мен қамшы өріп үйретейін қазір. Қамшы бұл ата бабамыздан қалған мұра. Саған жасап жатырмын. Мынау сабы жиде ағашынан жасалған. Кім болады? Кел екеуміз бірге жасап көрейікші. Ұстап отыршы басын. Ұстай қол келе ма? Жаңа ұстап отыр. Ұстап отыр. О, екеуміз қара міне. Былай аласың, былай өресің. Көрдің бе? Ой, молодец. Кел екеуміз бірге жасап көрейік. О, оны қара. Жарайды, жаным. Мен саған неке алды наурыз мерекесіне әдемі кәжігек тігіп қойдым. Келіп көрші, осыған әдемілеп бас киім тігуге болады. Сен маған көмектесесің ғой? Иә. Жарайды, бал. Неке былайынан сыласын. Сылау. Жарайды. Неке жақсы балам, неке былай сызамыз. Енді қайшыны ұстағанда абай болу керек, абайлап ұстап, кәнеке матамызды кесек. Бәте болады. Сені кәжігіне түстес қылып жасыл түсті да. Ал енді балам неке бас киімнің жиегі әдемі көрді үшін неке сені кәжігіне түстес матамен жиектейге әдемілеп тігіп шығайығы, сонда сәнді көрмес. Анашым, бас киім қашан пайда болды? Балам, бас киім 19 ғасырда пайда болған. Бас киімді қыздар 3 жастан бастап киетін болған. 3 жаста үкілі бас киім киетін болған. Одан кейін 5 жаста қыздар шаштарын бұрын болып өріп жүретін болған. Шашбау тағып. Балам, қазақ халқында жақсылықтың барлығы маңдайға жазылады деген ғұрып бар екен. Сондықтан бас киімді жерге тастауға, лақтыруға, аяқпен басуға болмайды екен балам. Сондықтан бас киімді жоғары, биік ұстау керек екен. Анашым, маған қатты ұнады. Жарасың, өзіңе жарасымды бас киім.